Мен сіздердің әжеңіз боламын. Бұл ерекше қарт әйел Елдана отбасында мүлдем күтпеген жерден пайда болды. Бір тамаша күні ол өз дачасы бақшасында қарақат теріп жүргенде көршінің жерінен бөлінген қоршауға жақындап келді. Сол жерде Фариза әже, дауысы жұмсақ та сәл ұяң, сонша оны аздап қана естуге болады. Құлап түскен алмаларды тере ала ма деп сұрады. Кешіріңіз, деді Елдана түсінбей, бұтақтардан шыға келіп қабағын қысып. Арқасы ауырып саусақтарын шағып алды. Қандай алма? Міне, осы деп қарт әйел сәл ұялып Елдана отбасының жерінде тұрған үлкен бұтақты ағашты нұсқады. Жас әйел қысыла қарап қалды. Сол ағашты олар бастапқыда кесіп тастауды ойлаған еді, өйткені ол ескі болып, жемісі кішкентай, қатты әрі қышқыл еді. Бұл туралы дачаны мамыр айында сатып алар кезде бұрынғы иелері ашық айтқан болатын. Сондықтан Елданаға бұл сұрау сәл оғаш көрінді. Бірақ алмаға өкпесі жоқ еді. Мейлі, бәрін алып кетіңіз деп қолын сермеді. Келіңіздер, өзімізден алып кетіңіздер. Ал сіздердің жағыңызда ше? Қарт әйел ризашылығын білдіріп, 5 минуттың ішінде пластик шелекке алма теріп жатты. Күміс шырын жасаймын деді ол жоспармен бөлісіп. Нанмен бірге одан дәмді ештеңе жоқ. Түсінікті деп иық қысты. Елдана мені Елдана деп атайды деп әдепті түрде өзін таныстырды. Біз жаңа көршілерміз деді Елдана. Фариза деп өз атын айтты қарт әйел. Рахмет, қымбаттым деп Елдана аздап тұйықталды. Ол басын иіп, сәл қыңқылдап тұрды. Олай, рахмет жоқ деді ол сәл шатасып. Келесі күні Фариза қайта көрінді. Ол бір банкіде жеміс шәрбатын әкелді. Керексіз еді ғой деді Елдана ұялып. Сәл ойланып көршіні сыпайылықпен шайға шақыру дұрыс деп шешті де оны асханаға шақырды. Шай қоятын ыдысты қойды, печеньені вазада шығарып қойды. Қарт әйел жарты банк шәрбатты дерлік ішіп, печеньенің бәрін жеп қойды да өте дәмді екенін айтып отырды. Ал сіздер мұнда отбасыңызбен демалып жүрсіздер ме? Деп әңгімені жалғастыруға тырысты Елдана. Жаймен ғана деп Фариза шайдан сәл шұрқырап жауап берді. Қалалық ұлым Мишка үлкен бастығы, келінім журналист, немерем де өте ақылды, оқушы, ағылшын тілін біледі. Елдана тыңдап басын изеді. Фаризаның кейінгі әңгімесі оған сәл оғаш көрінді. Сәл кейін ол қарт көршісіне өзі туралы айтып өтті. Мұздатылған өнімдер фабрикасында тағам технологияшысы болып жұмыс істейді, ал күйеуі автослесарь. Бала бар, Мишка, мектеп оқушысы, болашақта океанолог болғысы келеді. Аскар, қызым, кішкентай, әлі ештеңеге армандайды деп айта алмаймыз, тек балабақшаға барады. Күйеуім мен ұлым осы бірнеше күнде қалада болды, бүгін қайтып келулері керек. Аскар дәл қазір асханаға кірді, шайдың соңында. Анашым деп көзін сүртіп, ұйықтап оянғандықтан сәл ұялып айтты. Тамақ ішкің келе ме, күн шақарым? Деп Елдана күлімсіреді. Ал енді мультфильм көр. Мен 10 минуттан соң саған ботқа пісіріп беремін. Бұл сіздің қызыңыз ба? Ой, қандай сүйкімді деп Фариза қолын сермеді. Кел, қасыма, милашкам. Аскар жақсы тәрбиеленген бала болғандықтан келді. Бірақ қарт әйелге сәл сақтықпен қарап тұрды. Елдана терең дем алды. Қарт әйелдің балаға деген таңданысын түсінді. Мүмкін, әр қарт әйелде бұл бір деңгейде инстинктивті түрде пайда болатын шығар деп ойлады. Бөтен де болса, барлық балаларға деген сүйіспеншілік. Фариза мен Аскардың иықтарын ұстады да, артынан өзіне бұрып, шаштарын түйіп бастады. Оның айтуынша, шаштары дұрыс емес, мәнерлі емес етіп өрілген еді. Елдана таңқалып, сәл нервтеніп кішкене күлімсіреді. Әдетте бөтен адамдар оның қызы Аскарға осылай қарамайтын. Бірақ ол ештеңе айтпадығына анық еді. Жарайды, енді барып мультфильм көр деді Елдана қызына, шашын түйіп болған соң. Сіз келгеніңізге өте қуаныштымын деп күлкісімен Фаризаны қарсы алды. Үстелден тұрып, шай ішкен ыдыстарды жинай бастады. Мен қазір қызымды тамақтандырамын деді Елдана, содан кейін дүкенге шығу керек. Ол тағы да сәл нервтеніп жөтелді, өйткені Фариза әлі отырды да кетпей тұрды. Келесіде де бізге қонаққа кіріңіз деп күтпеген жерден Елдана айтты, жағдайды жұмсақ ету үшін.
Иә, мен міндетті түрде келемін деп Фариза сәл дірілдеп тұрып иесіне көз тікті. Кіре аламын ба? Шынында ма? Шақырып отырсыз ба? Иә деп сәл ұялып күлімсіреді Елдана. Неге болмайды? Біз көршіміз ғой. Күйеуім мен ұлым сізбен танысады. Рахмет, қымбаттым деп Фариза кетер алдында көз жасына дейін жетіп алғыс айтты. Жалпы Елдана әрқашан қонақжай адам болатын. Ол әңгімеге де ашық еді, бірақ бұл жолы бір нәрсе дұрыс емес сияқты сезілді. Бұл оғаш сезім болды, бірақ бірден Фаризаны шақырғанына өкінгендей болды. Мүмкін оған бұлсызда өтінуге болатын шығар. Дегенмен 5 минуттан соң Елдана уайымын ұмытып кетті, ойда басқа да көптеген шаруалары бар еді. Сонымен қатар күйеуі Игорь қоңырау шалды. Ол ұлы Мишкамен бірге қаладан шыққан еді. Елдана күйеуін қатты жақсы көретін, сол кезде ол толықтай күнделікті өмірлері туралы әңгімеге кіріп, көршісі туралы мүлде ұмытты. Келесі күні Елдана мен Фариза жергілікті дүкенде кездесті. Жағдай сәл күрделі болды. Фаризаның кейбір азық-түлікті сатып алуға қаражаты жетпеді. Оның себебі өте қарапайым еді: макарон, нан, картоп, бір пияз. Елдана әдетте қайырымдылықпен айналыспайтын. Мына заттарды сатып алмайық деді ол, әлгі кедей себетті сөреден ысырып, оның орнына Фаризаға жақсы тұтас тауық, бір банка консерва, шоколад, печенье, шұжық, май, ірімшік және күтпеген жерден гүл қорабын сатып берді. Менге міне осы керек еді, деді Фариза, бұған бір нәрсе отырғызамын. Қайтып дачаларына бара жатқанда Фариза Елданаға мүмкін 1000 мәрте алғыс айтып үлгерді, сондай-ақ өмірдің қаншалықты қиын екенін айтып шағымданды. Жақындары оны мүлде тастап кеткен, өздері қалада тұрады, ал оны осында жерлестері жіберген, себебі көршілерге кедергі болмау керек екен. Елдананың жүрегі әрине аяушылықтан қысылды, бірақ қалайша жақын адамға осылай қарады. Ол Фаризамен жылы қоштасты, сосын күйеуіне және ұлына бүкіл жағдайды айтып берді. Олар мұқият тыңдап, Елдананы жақсылықтары үшін мақтады, ал қарт әйелдің қатал туыстарын сынады. Содан кейін шынында да Фариза келесі күні олардың үйіне қонаққа келді. Нақты айтқанда, Фариза түскі асқа ғана келді. Өзінің айтуынша, Елдананың пісірген боршының хош иісі өте тартымды болған екен. Енді Фариза әлдеқайда еркін, ашық әрекет ете бастады. Біріншіден, ол Мишкадан күнделігін көрсетуді талап етті де, егер ол жақсы оқымаса, болашақта дворник болатынын ескертті. Содан кейін ол тағы да Оскардың шашын түйгісі келді. Бірақ қаша жөнелді. Сосын Фариза сұрамай-ақ бүкіл дачаны аралап шығып, бәрін бағалап, оларда өте жайлы екенін айтты. Ал түстен кейін жай ғана диванға жатты да ұйықтап қалды. Елдана күлімсіреп, бірақ сәл алаңдап, күйеуі Игорьге қарады. Сен бұл әжені бізбен бірге қондыруды неден ойладың? Ештеңе де жоқ қой, деді Елдана, сәл қызарып. Мен ойламаған едім, бәрін түсінемін. Жалғыз адамға аяйсың ғой деп үміттеніп тыныс алды Игорь, бірақ меніңше бұл тым көп. Елдана күйеуіне және өзіне уәде етті, енді Фаризаны сонша ашық қабылдамауға тырысамын. Өйткені оның өз еркімен араласуы сәл нерв қыстырғандай болды. Бірақ кейін Фаризаның көрші отбасыға өз жоспарлары бар екенін білді. Нақтырақ айтқанда, ол қонаққа келуді ойлаған. Тіпті таңертең келіп, бүтін күн қалың болар еді. Немесе Игорьді шақырып, кранды жөндеуді, жиһазды орнын ауыстыруды, бір бұтаны қайта отырғызуға көмектесуді сұрайтын. Елдана сәл меңзеп көрді, бірақ Фариза тыңдамады. Тіпті кейде араласуды азайтуға тырысқанда, қарт әйел ашулана бастайды деген ой Елдананы мазалады. Сонда біздің Фариза сезімтал, деді көршілері Лидия, көшенің арғы жағында тұратын дачница. Отбасымен жақсы қарым-қатынастары жоқ. Міне, сондықтан басқа адамдармен жақындасуға тырысады. Ескерген жөн. Бізде бұндай адамдар болды. Ал олармен не болды? Мәселен, бірде анасы дүкенге кеткен, ал бала 2 жасар ұлы еді. Бала жалғыз қалған. Анасы оралып, баланы таппаған. Даладағы балалардан сұрапты.
Ол Фаризаның әкеле кеткенін айтқан. Қайда? Неге? Деп Елдана үрейленіп кетті. Ол өзеннің жағасында ойнап жүріпті деді Лидия ойланып. Балаға өзіне әже деп айтуға үйреткісі келген, суға үйретпек болған. Дәстүрлі халық әдісі білесің бе? Суға тастайсың, өзі жүзеді. Инстинкт осылай дейді. Бірақ жерді олар сатқан, қалаға кеткен деп Лидия ой толғады. Өз дачасына оралған Елдана бәрін күйеуіне айтып берді. Ол тыңдап басын шайқады. Фариза еш жасына, бірақ ең дұрыс нәрсе одан аз араласу деді. Игор, Елдана келісіп отырды. Бірақ Фаризаны қалай түсіндірдің елестете алмады. Алайда кейін жағдай өздігінен шешілді, өйткені Фаризаға келгендер болды. Қайырлы күн. Кешіріңіз деп Наташа келіп, жаңа ғана автокөлігін қойған адамға жақындады. Сізбен анаңыз туралы сөйлескім келеді. Не болды? Жұмсаң ба? Деді ол қалың қасығын көтеріп. Жоқ, олай емес, жай ғана деп Наташа сөзін жалғады. Жоқ, маңызды емес деп қолын сермеді ол. Мен оны қарттар үйіне алып кетемін деп шештім. Елдана сол жерде тұрып қалды. Бұл күтпеген жағдай болды. Жарайт деді қатты іскер киім киген адам, оған салқын көзқараспен қарап. Егер ештеңе жоқ болса, бір-бірімізге кедергі болмайық. Ол дача үйіне кірді. 15 минуттан кейін Елдана әлі көшеде тұрғанда, ол Фаризаны қолынан жетектеп шықты. Қарт әйел сәл есеңгіреп асығыс жиналған, тіпті қалтасы бүктелмеген сөмкесін ұстап, үнсіз жылап тұрды. Елдана деп кенет көршісіне сілтеді. Қымбаттым, көмектесші. Мен қарттар үйіне барғым келмейді. Анасы, цирк жасауды қой деп Мишка, ұлы, ашуланып кетті. Қаламаймын деп қайталады Фариза. Міне, менде қазір өз отбасым бар. Немерем? Аскар, Елдана, ал менше? Аскардың шашын кім түйеді? Мені өздеріңізге алыңыздар, қымбаттарым. Мен сіздер үшін жұмыс істеймін, балаларға қараймын. Елдана, тастама. Елдана ерініне қысым жасап қолын шымшып қойды. Ол бұл жерде пауэрлас екенін түсінді. Дәл айтқанда, ол қарт әйелдің сұрағанын орындауға дайын емес еді. Фариза, жалғыз, өз ісінде мейірімді, бірақ тым белсенді сәл оғаш. Жоқ деді Елдана басын шайқап. Бірақ шыдамай, Фаризаның ұлына жақындап сұрады. Сіздер, достар ретінде, кейде оны қарттар үйінде аралап көре аласыздар ма? Иә, болады, егер бос уақытыңызды осылайша өткізуге дайын болсаңыз деп мұрнын шүйірген ұлы. Ақыры олар кетіп Фаризаны алып кетті. Елдана өз дачасына оралып, күйеуін, ұлын, қызы Аскарды мықтап құшақтап, барлығын айтып берді. Күйеуі басын изеді. Кездесуге тырысайық деді ол. Жалпы өз-өзіңді кінәлама. Жақсы деп демалды Елдана, бірақ менің ойымша, мен бір жерде қателестім. Алайда Фаризаны аралауға мүмкіндік болмады. Елдана қарттар үйіне қоңырау шалғанда, Фариза қайтыс болып кеткенін білді. Жүрегі әлсіз болған екен, ал ол қоштасар кезде Фаризаға жылы, мейірімді бір сөз айта алмағанына өкініп қалды. Рахмет тыңдағандарыңызға. Лайк басып пікір қалдырыңыздар және жаңа әңгімелерді жіберіп алмау үшін каналға жазылыңыздар.